Ертеде егіншілікпен айналысатын Мәди мен Мейір деген екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені Мәди үйленген, балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдағы екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Мейір: "Мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалар көп, ал мен жалғызбын. Ішіп жемме көп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой" деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп, ағасының қоймасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күнге жалғасады. Осы күндері Мәди де інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. "Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйеліммен жәрдемдесетін балаларым бар, ал інім жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе?" деп, ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қоймаларындағы дәннің ортaya қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кең пейілдік деген бұл өмірде хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады.